Қайырлы күн достар. Бүгін біз Алматы қаласы Наурызбай ауданында орналасқан 206 мектеп гимназиясына шолу жасайтын боламыз. Мектеп ішінде қабырғада осындай әртүрлі ғұлама ойшылдардың, ақын жазушылардың сөздері жазылған. Информатика кабинеті осындай интерактивті технологиялармен жабдықталған. Мектеп іші түрлі түсті осындай бояулармен боялған, және де әрбір коридор кең орналасқан. Оқушыларға жүріп тұруға ыңғайлы. Бұл мектепке кіреберістегі үлкен алаң, яғни мектеп ішінде орналасқан коридор. Бұл жерде кең, және де осы арқылы барлық жерге бағытталады. Мектеп қалай Бексұлтан? Мектеп қалай? Мектеп асханасы да өте үлкен әрі кең. Тамақтары да өте дәмді. Мектепте осындай би және гимнастика үйірмесі бар. Передайте привет. Бұл сәт мектепшілік олимпиадасын марапаттау кезеңі. Және де спорт зал өте кең және де заманауи жабдықтармен жабдықталған. Мектеп ішіндегі ботаникалық бұрыш көздің жауын алады. Айтпақшы, мектепте 2000-нан аса оқушы білім алып жатыр. Назар салып қарасаңыздар, мектеп кабинеттері осындай тереземен қоршалған. Яғни сырттан келе жатқан адам мектепте сабақ өтіп жатқанын көре алады. Ал бұл жай ғана қоқыс жәшігі емес, сұрыптап үйренуге арналған қоқыс жәшігі. Осымен біздің шолуымыз өз мәресіне жетті. Осы арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қай мектепті көргілеріңіз келеді, комментарийге жазыңыздар.